Bobby, Hi, Ken. you wanna go for a ride? Сәлем достар, бірінші нөмірде амандасуға ипатым. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Житука. Бүгін біз, челлендж 24 сағат Барби. Я мен разрешетін ұнатпаймын. Неге алдиярды өшіртсаңыз десеңіздер, алдиярда то мен өмірім бүкіл видеоларда то YouTube алаңда бар. Так что оны мен қоса соңашын. Бүгін біз Барби өмірімізді жалғастырамыз деппін ғой. Істеміз, бұл мені үйім енді квартира жалданып, өткендегі үйің қайда деп айтқан шығарсыздар. Ол үйім енді новый нәрсені өткізу керек болғандықтан мен үйім бүкіл өшіп кетеді. Сол үшін менің уақытшаға үйім болып тұр. Менде розовый киім жоқ, иә. Мен бұндайларға қатты мән бермеймін. Мен розовый киінбеймін. Жай үйіме монтажға просто ше. Уже көріп қойған шығарсыздар. Естественно, монтаж көрсетіп шығамын. Енді біз астыға түсіп Барби киімін алуымыз керек. Яғни розовый киім алу керек. Обязательно Барби емес, розовый киім алу керек енді. Чем более астыға түсу керек, ету керек, бүйту керек дегенге ғой. Астыға түсетін кез келген. Чук десе, ойым ғой. Вот бізде розовый киім, бұл таза розовый десем болады енді. Бұл розовыйды істеп кие салу керек. Не дегенмен просто нәрсе ғой. Ал бізде енді айтайын, квартиранттар жалғасын сүруге вообще желание жоқ. Таксы квартиранттар бөлімін отмен алқамыз енді. Бір видеоны соңына дейін түсірем ба деп уже ойланып жатқан шығарсыздар. Тек өзінің өмірін сүретін сияқтымын, как поташы. Бұл челлендж енді бұл жақта енді бір сауда ашам ба деп отырмын ше. Стойда просто осы жақта бір өзім магазиным болсын деп та енді алу керек еді. Бұл жақта салон. Яғни мен енді барбилардың бүкіл боянып жүреді, так что әдемі болуымыз керек. Екен біз не дегенмен асыл текті қыздарымыз ғой. Енді біз осында енді Барби не емес енді. Только бокада Барби деген нәрсе жоқ. Үстіп бүкіл алып, мұнан тәтті мақты сатып атыркен. Алып алайық үстіп. Қыдырғанында үстіп тез қойып қойым. Екен сіздер қарап отпайсыздар ғой енді. Аха деп. Сол үшін мен тезірек видеоны болған қалайым 6 минуттық. Ал қазірше пүчук деп інімді шығарып алуым керек. Өйткені інім кішкене видеоны қызықты қылу үшін привет деп қой. Привет десе өзің ғой. Ол осындай көк дүниені алады. Ал мен и потом сіздер енді көп менің видеомды көріп отқан адамдар енді айтатын шығарсыздар, аяу десе не істеген кезде ол өтірік па деген сұрақ бар. Ол бірақ шын өмірде бар. Просто ол енді екеуміз бірге бұл видеоны как будто уақыт жетпеді. Сол үшін мен істедім. Енді түсінгендеріңізде мен мұнда бүкіл немді айтайын YouTube туралы. Енді басында негізі YouTube түсіруге вообще желание болмаған. Просто түсіргім келіп кетті ше. Былайша неше түрлі тоқа-боқа ютуберлерді көрдім. Желанием ашылып кетті. Ал енді бұны бір кафеге барасың, және неге қарамай қойыңдар енді кіші. Дұрыс қаптамы жаймай қалды. Бұл жақта енді өзінің не жегісі келіп жатқан. Өйткені мен және видеоның басында бір қыдыруға бара жатырмын деген жерінде бір тамақ жеп алып көрген шығарсыздар. Онда бір тәтті мақтанамын. Сол үшін абалайық енді бұған тамақ бере салайық. Не дегенмен адам ол да тиетін. Ол еш нәрсе емеді, мен кеп алдым. Сол үшін мұнда бір нәрсе заказ беріп аттым. Оған шоколадный коктейль, ал маған розовый коктейль, бірақ дәмін білмеймін енді. Ал кактустан ойбай, оның атын еді өзі ұмытып қалдық қой. Короче, неден осындай ол шоколадный алды, мен клубники алдым. Мен бұрыннан бері клубникиді алуды ұнатамын. Чудан білетін шығарсыздар, көбінесе клубникадан. Ал енді балайық не дегенмен адамыз ғой. Енді өзім де алдым.
мына фотосессия бар екен, сосын фото түсіріп алып шештім енді. Видеоны барынша қызықты қылу үшін бар дегенмен фото түсіп көрмеппін енді өзім. Бұндай челленджерді бірінші рет істеп тұрмын өзімде. Ал мыңдаған фото кетті мұнда. Қаттық, короче, біз мұнда қудық, екеуміз фото түстік. Енді біз барам дегенше уже мен үйім алыс. Сол үшін барам дегенше түн болады. Енді 20 минутта 40 минутта болып қалады. Сол үшін мұнда бүйтіп оттық, түн болды, інімді үйіне апарып тастап, өзім бүйтіп енді үйге апардық. Мен слишком көп заттар әкелдім үйге. Ал қазір менде яғни розовый пижама жоқ, просто үйімді өзгертесің. Вообще желание жоқ, просто мұнда бүйтіп не істей берейін. Бірақ менде мынаны ұстауға болмайды. Маған тек розовый заттар жасау керек. Және коктейль ол маған емес екен. Ал бірақ менде идея бар осындай. Енді осыны бүйтіп жатуға болады. Ал ұйқымыз кеп тұр. Ал біз ұйқыға кеттік. Яғни сағат 12 болғанда тұрам. Таң болды, яғни сағат 12 болды. Енді бүйтіп киініп алдым өзім. Өз киімді, ана жасыл киімді сосын берем. Вот, алам, розовый киімді сатып алатын шығармын енді. Ал сау болыңыздар, біз не дейміз? Видеоға лайк басып, прочее басып кетіңіздер, подписаться етіп кетіңіздер. Комментке өз ойларыңызды жазып кетіңіздер, қандай кино түсіремін, соны қандай кино түсіретінін де жазып кетіңіздер. Давайте!